Мен негіз Алматыға баланы оқуға түсірген адам. Япшымайды, біздің кезімізде Алматыға оқуға түсу қиын еді ғой. Оқуға бірден түсіп алдық та, квартира таппай қалдық қой мына балаға. Яптыгітіктер шіріп кеткен сасық бір бөлмелі квартираларына 250-300 мың сұрап тұр. Еще қайсысына звондасаң да студенттерді кіргізбейміз дейді. Блокинға түскенде сентябрь болды, студенттер келді дейді да, бағаны көтереді да квартираға. Бірақ звондасаң студенттерді кіргізбейді. Логика қайда бұларда сонда? Еще квартираны көрсеткен үшін 1500 теңге алатын қайдасың о шошқалардың? Балам айтты, мен әтесіне оқымай-ақ қой дедім. Шоқан групптан машина алып берем Кореядан. Сосын триангл дөңгелектерін салып берем, ешқашан өлмейсің. Сөйтіп таксовать етесің дедім. Шүкір, әкең таксовать етуде өлген жоқ. Звезда еще. Оқу құрсын дедім. Ол ертең квартираға ақша таппай, ана сессия жабуға ертең ақша сұрайды, ана албастылар. Бірдеңеге ұрынып, ана бәлелерді ана жерге көміп жүретін курьер болып кетерсің, құрсын дедім. Айтпесе, әп-әдемі инженерден оқуға түсіп тұрады балам. Сол, баланы қалдырып өзім қайтам ауылға.